бүкіл Қазақстанның қай бұрышына бармасаң да өзгермейтін бар елімізге тән бірақ жақсы дәстүр бар, құда күту деген. Құдая өзгермейді, ол басқа, әр жердің иті қасқа, өзі салты басқа, бірақ сол қорытындысы біреу, құданы 4 тағандап үйден шығарып салу ғой. Тойдап шығарып салу ғой. Сол Адыраңбай көкеміз құда күтетін болды, бәріміз үйіне шақырып алып, бәрімізге қызмет беріп берді. Құда келеді, ұят болмасын, сен мал соясың, сен қазан қайнатасың, сен анау, сен мынау, Құдай сомасын, менің сол ән айтып, құдаларым көңілін көтеріп отырасың деп, бәріміздің жұмысымызды бөліп болды, кеттік, құда күтетін күні келетін болып, бәріміз кетіп бара жатырдық, ана үйде қара кемпір айтты, "Әй, арқаңды кім керетті?" Ол қандай дәстүр? О, көк соққан өңкөй баяғыдан келатқан дәстүріміз бар. Құда келгенде алдынан арқан керіп шығатынбыз ана ауылдың сыртында. Аттарын тоқтатып, жол жоралғысын берсе өткіземіз, жол жоралғысын бермесе, арқаннан өткізбей тұрамыз деп. Ойбай, мынау қалтаға пайда түсетін жақсы дәстүр екен, жасайық дедік. Кім жасайды деп еді? Бәкірбайдың ғана қолы бос болып қалған екен, мен деді. Арқанды мен керем. Болды, Бәкірбай мойнын алды, бәріміз таралық. Құда күтетін күні жаңағы Адыраңбай ағамыздың үйінде жиналып жатырмыз. Барлығы дайын, мал сойылған, қазан қайнап жатыр, барлығы керемет. Ал келе жатыр, құда деді, тұра жүгірдік ар жаққа. Бірдеме гүрс өте қалды. Көк шаң қақпаның алдына барса. Ойбай, мынау не болып қалды? Сөйтсек, құданың келе жатқан нивасы келіп, қып-қызыл шлагбаумға келіп соғылған. Әлгі лобовой ұшып кетіпті, құданың маңдайы тиіп. Ол лобовоймен бірге қасында отырған құдағидың аузындағы протез ұшып кетті. Ол жерге түскен екен, сол үйдегі ақтөстеген ит оны сүйек деп көтеріп кетті. Ниваның радиаторына, құданың маңдайына, құдағидың тісіне қарыз болып, бәріміз кешірім сұрап, бөй айналып кетейін, мынау қайдан шыққан шлагбаум, мынау немене бәлетсің, Бәкірбай деді, арқан кер деген өздерің емес пе? Ай, арқан дедік қой саған темірден шлагбаум десем, әй, ол баяғы аттың алдынан арқан келген, мәшінемен келген құдан арқанмен тоқтатушы ма еді? Құрып кетсін, әдемілеп қып-қызыл бояқ қойыпты. Содан құдаға айтамыз, енді алдында қып-қызыл темір тұрғанға, енді қалай өсіп, басы көктекпен десем, қайдан білейін, жіптен жасақ болған екен дедім ғой. Қой құрсын, құдадан кешірім сұрап арт жақта төсек орын келген екен, түсіріп алдыңдар деді, анау мәшиненің барып төбесіне шығайық. Шифонердің ішінен 4-5 құда шықты. Сандықтың ішінен біраз құдаша құдағилар шығып жатыр. Қазанның ішіне бір кемпірді бүктеп салып қойыпты. Қой, бір 20 шақты адамды ол жерден түсіріп алдық. Бірінші Құдай салмасын, менен екеу шығатындай бір жуан құдаша бар екен, оны енді ақырындап кранмен түсіріп алдық. Таң атқанша күттік, енді Құда әйтеуір риза болып аттанды, бізді шақырды, енді біз баратын болдық. Адыраңбай көкем баратын адамдардың тізімін жасап, айналасы 42 адам болдық, біз де бардық енді. Ішіндегі ең емтиханға шыдағандары ғой, ет жей алатындар, көкбет құдағилармен жыл салатындар болсын деді, арақ шалатын болсын деді, Бәкірбай оған бірінші қайын жинады. Бәкірбай бірінші болып кетті. Таң атқанша күтті, байқұстар, бекер болып алғаны жақсы болды. Ертеңгісін ыстық жақтың тапшан дегені болады екен, есін жиғандар сол жерде жиналады екен. Сол бірде-бірде сонда барып жиналып, қалтамызды қағып, өз түннен не қалды деп, келгеннен тонады ғой әйтеуір. Отқа май құйсаң да, төс алып келсең де, жамбас әкелсе де, бас берсе де әйтеуір беріңдер дейді, бере береміз, беріңдер дейді, бере береміз. Содан енді не қалды деп отыр еді, бір кезде тағы бір құдағи табақ көтеріп келді. Құдалар, біздің құда сүйреу деген дәстүріміз қалып қойыпты. Ойбай, ондай дәстүр бар ма? Біз өзіміздің справочник қараген бірге бардық. Аналар сүйрейін деп жатыр. Ей, бар ғой, баяғыда қалжыңға құдалар сүйреп жататын. Күлгі аунатып жататын деді. Құрып кетсін, мына жасыңа келген күлгі аунап жатасың ба? Ана келген бірдің қол табағына қалтамыздың қалғанын беріп жатыр едік. Бәкірбайдың басы жазылмаған ба білмеймін. Мені сүйрейтін кәсімші дәл табылған жоқ, сүйресе сүйресін. Бермеймін дейді. Ай, бәкес жоқ болса мен бере сылай қой. Жоқ, берме. Түнімен тонады, жетпей ме бұларға? Көк дейінде берме, сүйресін дейді. Өз қолын қалтасын салып алып. Бұл бәкең жас кезінде біздер біле бермейміз, аңшы болған ғой. Аңға мылтықсыз шығады екен. Анау қыстың күні түлкі аунаған кезде 3 литрлік банкіге шикет салып қояды екен, түбіне кішкентай су құйып қояды екен. Анау банкінің ішіндегі еттің иісі шығады. Мұз болып қатып жатады, түлкі келіп ана банкіге тұмсығын сұғып алғаннан кейін қайтып құлағы тіреп қалып банкіден шықпай қалады екен. Ол түлкінің демімен банкі терлейді, мүлдем көзі көрмей қалады, сол кезде ұрып алады екен. Бір уыс арпаны жарты кесе араққа бөктіріп, шашып жіберіп, қырғауыл мас болған қырғауылдар жинап алып кетіп жүр екен ғой.
сөйтіп қолында мылтығы жоқ аңда жүрген кезде қасқырдың апанына кездесіп қалыпты да, осында қасқыр бар ма екен жоқ па екен деп ойланып тұрып, аяғын сұғып көрген көрінеді. Тізеден төмен аяқ сол апанда қалыпты. Жаңа ғана сүйресін деп жатқан кезде бәкең мына жақтан протезін ажырата алмай жатыр екен ғой. Анау құдағи келді де, жарайды, сүйретілсеңіз сүйретіліңіз, сүйрейтін адам шақырып келейін деп кетті. Қақпадан әлгі жуан құдаша келе жатқан кезде Бәкірбайдың бүкіл жақсы қылықтары есіме түсіп кетті. Сорлай мезгіліңнен ерте бұрын кететін болдың, ай бәке, мен бере салайын деп едім, жоқ бермейсің деді. Құдаша келді де, ал құда кеттік па деп едім, мә деді. Құдаша менсініңкіремей бәкеңнің аяғын қолтыққа қысты да, тайдық болып еді, бәкеңді жібермей қалды. Үйбай, мына құданы қарай, түріне қарамайды. Құдаша сәл-пәл артқа берді. Газды түбілі дейін басқан болу керек. Бұрқ өткен шаң көрдік, жоқ қой құдаша, кетті. Мына жақта Бәкірбайдың тікірейіп тұрған балағы шолтаң ете қалған кезде ана жерде отырған жұрт түгел талып қалды. Есін жиған құда баяғы Ниба үшін берген ақшамызды қайтарып әкеп берді. Құдағи протез тізге берген ақшамызды қайтарып берді. Бәрін кешіріп жатыр әйтеуір. Енді тірідей кетті ғой біреудің аяғы. Түнімен бізге арақ құйып жүрген бір жас жігіт болатын, сол ауылдың дәрігері екен. Салтаңдап жүріп сол жетіп келді. Келіп Бәкірбайдың балағын тұрып қалып еді, ар жағында ғана аяғы шолтаң етіп шыға келді. Ой, аяғыңыз бұрыннан жоқ екен ғой дейді. Содан алған жұрттың бәріне су шашып жатып, бұның өзінің аяғы бұрыннан жоқ екен, ана кеткен ағаш аяқ екен деп, Құдай самасын татуластық құдалармен. Енді аяқ қайда? Бүкіл ауылдың итін, баларын жинап жүріп, аяқты бір сайдың табанынан бір талдың түбінен тауып алдық. Құдаша қайда? Жоқ. Ауыл кезіп жүрсек, бір жерден бір өкірген дауыс шығады. Байғыз қорыққаннан пөгірікке түсіп кетті ол. Еңіреп жатыр. Оған барып ана ағаш аяқты жонып көрсетіп, балғамен ұрып көрсетіп, ағаш аяқ екенін сендіріп, енді пөгіріптен шығар алсаң жаданы қорқырып қойды. Бүкіл ауылдың баламдары ана пөгіріпті бұзып, экскаватордың көбішін түсіріп, сонымен құдашаны көтеріп алып келді. Таң атқанша бізді күтті. Қайтадан Бәкірбайдың аяғын жудық. Қойшы әйтеуір. Енді мен сіздерге айтайын дегенім сол, алда жылда құда күтіп қалсаңыздар, шақырыңыздар. Любой салтыңызды айтып беремесіздер.